Керемет хабар! Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Желіге жедел хабар, барша хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлеуметтік желі қызысында болып жатқан жаңалықтарды бірінші рет болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатолғаны қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы сөзді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. 55 жастан асқан қызметкерлерге әлеуметтік төлем төленеді. Тоқаев. Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке жыл соңына дейін қауіпсіздік жерде еңбек ету қабылдауды тапсырды. Құжат 2030 жылға дейін аралықта қамтуға тиіс, деп хабарлайды бүгін KZ порталы. Бұл тұжырымдама жұмыс орнындағы жарақат алу жағдайларында болдырмауға бағытталу керек. Менің тапсырмам бойынша үкімет зиянды жағдайда ұзақ уақыт жұмыс істейтін адамдарды әлеуметтік қолдау тетігін әзірледі. Мәселе көптен бері талқыланып келеді және шешім табылды. Сапалардың дамуына үлкен үлес қосқан үлесін және денсаулыққа зиян келгенін ескертіп, мұндай қызметкерлерге зейнет жасына толғанға дейін, атап айтқанда 55 жастан бастап арнайы әлеуметтік төлем төленетін болады. Парламенттен үкіметтің ұсыныстарын жедел қарауды сұраймын. Адамдар бұл мәселені шешуді күтіп отыр, деді Тоқаев. Басқа жаңалықтар білгіңіз келсе арнамызға жазыңыз, қымбатты көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.